Бір адамы аңға, екіншісі малға айналса да, похуизммен айналасына қарайтын жамағат арнаға жазыл лайк бас. Мал монологын бастайды. Алматыда қайырымдылық мекемесінің атын жамылған теріс бағыттағы медресеге қылмыстық іс қозғалды. Қамқорлығына алған оқушыларды қорлаған, таяққа жыққан. Сорақысы сол, сондағы жеткіншектер ұрып соққаннан еш әбестік көрмейді. Егер ұрмаса, одан бетер шеттен шығатын еді. Дін бойынша кішкентай ұрған дұрыс емес, бірақ түзу жолға салу үшін сәл ұрған дұрыс деп ойлаймын. Бля, қызықсың, мадишка. Мына тақиялы бозбала да сүлейменшілер жамағатының құрбаны. Жібек жолы қауымдастығына қарайтын мекемеден бертінде қашып шыққан. Болды ұрып сол. Яғни дәріс тапсырмасаң, дәріске кешікпесең, яғни